Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Келесі 7-ші сабақ ол мәт сабағы. Мәт дегеніміз ол созып оқу. Созып оқу дегеніміз ол мәт. Мәт үшке бөлінеді. Әлиф мәт, я мәт және вау мәт. Осы сабақтарды қазір біз оқып үйренеміз. Ал бастайық. Мәт. Созып оқу. Созып оқу мәт. Мәттің бірінші түрі әлиф мәт. Әлиф сүкінді болып алдындағы әріптің харакаты фәтха болса, әлиф мәт болады. Яғни, міне әлиф белгісі, оның алдындағы әріп харакатты келіп тұр. Яғни, фәтха болып тұр. Сонда, я деп екке созамыз. Міне, я, ә деген әріпті екке созамыз. Я, мә, деп созасыз деген белгі. Мә, лә, ләм әрпі мәті осылай белгіленеді, ескеріңіздер. Лә, ана, и астыға түсіп кеткен. И, зә, қала, кәнә, зәдә. Мәт кеп тұр, сонда зәдә болады. Әләму, әләму. Келесісі ямәт. Ямәт сүкінді болып, алдындағы әріптің харакаты кәсіра болса, ямәт болады. Яғни, міне, я әріптің алдында кәсіра кеп тұр. Алдындағы ф деген әріпте кәсіра кеп тұр. Сонда бұл ямәт болады. Бұны фи деп созып айтамыз. Екіге соз. Фи, ли, қи, лә, а, ли, му, ди, ну. Міне, ямәт тұр мұнда. Ди, ну. Я, ти, мә. Ра, хи, му. А, вы, му. Жуан кезде вы-му дейміз. Вы-му. Вы-му. Жуаным біріншісін айтамыз, келесі үшіншіге өкідет. Вы-му. Вау-мәт. Вау-мәт. Сүкінді болып, алдындағы әріп дамма болса, яғни өтір сияқты, харакат дамма болса, ол вау-мәт болады. Яғни, уды екіге созамыз. Фу, фу, фу. Ву, су, ду, ру болады. Дуды екіге дейін создым. Ду, ру. Қу, лю, бу. У, зу. Нә, ту, бу. Вә, қу, ду. Я, қу, лю, нә. Сонымен 7-ші сабақты қорытатын болсақ, біз мәтті үйрендік. Мәт деген не десек, ол созу дейміз. Созу деген не? Ол мәт. Мәт үшке бөлінеді. Әлиф мәт, я мәт, вау мәт. Ол